Екі келмес бірақ келер өмір бұл, солмасын тек солмасыншы көңіл гүл. Жанарымыз жұмылып бір кеткенше, жетелейді арман сағым көгілдір. Түссек дағы күніне сан жарысқа, жүреміз біз ойдарманды дара ұстап. Уысқа кеп тұстау деген сәтте ол, бір жалт беріп кете барар алыстап. Шаршап ұйықтап оянамыз әлденіп, жолға тағы шақырады таң келіп. Арман шіркін кетіп бара жатады, мен мұндалап әрбір жерден шаң беріп. Болсын тіпті қаншама ол табанды, кессін мейлі қалам менен даламды. Осы жасқа келгенімше көргем жоқ, арманыма жеттім деген адамды. Тағдырымыз етпесе де іштарлық, тірлікте бұл бітпейді екен іс барлық. Ғұмыр бойы жеткізбейтін себебі, арман деген өмірге осы құштарлық. Мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамға бейімделіп, еңсесін тіктеп, өзгелер секілді өмір сүрулеріне қолайлы жағдай жасау біздің адами парызымыз. Рухы мықты жандардың басына қандай жағдай түссе де, жасық, боркемік болуы мүмкін емес. Бүгінгі таңда 12 мүшесі сау адамдар жете алмай жүрген табыстарға мүмкіндігі шексіз жандар қол жеткізіп жатыр. Тіпті өз денсаулығының шектеулілігіне қарамай, дені сау адамдарға үлкен көмек беріп келеді. Ағысқа қарсы жүзген жігерлі жандардың жеңістерін көпшілікке таныстыра отырып, өмірдің қарлы боранымен қатар шуақты күндерінің бар екендігін және айраланған ақтаңның күлімдеп атып, нұрлана батуы тек адамның өзіне байланысты екенін дәріптеп, барша жандарға үлгі ету басты мақсатымыз. Осы мақсатта Түркістан облыстық Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасы нөмірі 5-ші арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығымен бірлесе, екі жақты байланыс орнатудың жаңа түрін пайдалана отырып, мүмкіндігі шексіз жандарды қолдау мақсатында жүректен жүрекке әлеуметтік жобасын бастады. Мүмкіндігі шектеулі жандар туралы сөз бола қалса, ең алдымен көз алдымызға өмірден түңілген адамның елестейтіні рас. Алайда 12 мүшесі сау адамнан гөрі жарымжан кісілердің өмірге құштарлығы аса жоғары екені біле бермейміз. Бұл сөзімізге дәлел жоба аясында екі жақтан байланыса отырып, кітапхана қызметкерлері, жалынды жастар, әлеуметтік қызметтік көрсету орталығының мамандары мен мүмкіндігі шектеулі жандардың қатысуымен онлайн телекөпір арқылы әдеби музыкалық релаксация сағаты. Біздің дамуымызға өзіндік үлесін қосып келе жатқан жас таланттар, болашақ көшбасшылар, болашақ ғалымдар, балалар үйінің тәрбиеленушілері мен ізгілік күні, тағдыр тәлкегіне мойымай, өмірге деген құштарлығының, жігерлілігінің арқасында асудан асып, спорт белестерін бағындырып жүрген жандар мен жаратушыдан берілген ауыр сынға мойымай, жаралы жанына ән өнерін серік еткен, түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болып, еңбек етіп жүрген қазақтың табанды, шыдамды, өмірге құштар, әнші, сазгер қыздармен кездесу кештері, қайсар, талантты, ерекше өнерлі жандардың қолынан шыққан бұйымдардан қолөнер көрмесі өткізілді. Сонымен қатар осы жоба аясында мүмкіндігі шектеулі жандар үшін дауыстап кітап оқу акциясы, яғни кітапханашылар әр апта сайын кітапты мәнерлеп оқумен жалғасын тапты. Тағдырдың сансыз сынақтары мен бұрқасындары адамды жасыта алмайды. Қайсар рухын сындыра алмайды. Оған біздің кейіпкерлеріміздің өмірі, ерлігі дәлел. Адам қай кезде болсын, рухани құндылық іздейді. Тіпті кей жағдайда оған материалдық игіліктің қажеті болмауы да мүмкін. Ал мейірім, жылы сөз, рухани қолдау әрқашан маңызды. Ендеше инклюзивті қоғам өкілдеріне әрқашан қолдау мен түсіністік керек.